Бәріне сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін бармак печеньясын, яғни дамские пальчики деп те аталады, пісіретін боламыз. Дәмі өте нәзік, жұмсақ болып шығады, және де начинкамен дайындалатын печеньялардың бірі. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды ситадан өткізіп алатын боламыз. Үстіне шым-шым тұзды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң салқын сары майымызды салып, пышақтың көмегімен немесе терканың көмегімен өткізіп алсаңыздар болады. Бұл жерде біздің сары майымыз салқын болуы керек. Келесі қолдың көмегімен үгітіп алатын боламыз. Яғни майда крошка жасап алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай дайын. Содан соң ас содасын салып, жақсылап бір араластырып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай ортасын ашып, 20%-ық сметанамызды құятын боламыз. Бұл жерде 20%-дан төмен сметананы пайдаланбаңыздар, себебі біздің қамырымыз дұрыс шықпайды. Содан соң қолдың көмегімен жақсылап барлығын біріктіріп алатын боламыз. Міне қолға жабыспайтын қамыр шығады. Пленкаға салып 1-2 сағатқа холодильникке қойып қоятын боламыз. Келесі начинкамызға кірісеміз. Мен арахисті алдым. Қант және ертілген сары май керек бізге начинкаға. Сіздер басқа да жаңғақ түрлерін алсаңыздар болады. Ең алдымен арахисті блендерде үгітіп алатын боламыз. Бұл жерде қатты майдалап жібермейміз. Дайын болған арахисті бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Үстіне қантымызды салып, ертілген сары майымызды қойып, жақсылап біріккенше араластырып алатын боламыз. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Міне біздің начинкамыз дайын. Келесі қамырымызға кірісетін боламыз. Міне қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бірінші бөлігіне ұн сеуіп, жақсылап жайып алатын боламыз. Қамырымызды жұқалау етіп жайып аламыз. Қамырымыз қалың болып кетпеу керек. Онда печеньямыз дұрыс шықпайды. Осылай төртбұрышты формаға жайып аламыз, келтіріп алатын боламыз. Артық жерлерін кесіп қойып қоятын боламыз. Соңында одан да печенье жасап аламыз. Міне осылай бөліктерге бөліп аламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша формасын басқалай етіп жасасаңыздар да болады. Содан соң начинкамызды салып, осылай қасықтың көмегімен барлық жағына жайып шығатын боламыз. Содан соң трубочка секілді осылай барлығын орап шығатын боламыз. Бұл бармак печеньясы татарлардың жақсы көріп жейтін печеньялардың бірі болып есептеледі. Міне екінші қамырымызды да дәл солай ұн сеуіп, жұқа қамыр етіп жайып алатын боламыз. Келесі осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Содан соң начинкамызды салып, барлық жағына жайып, трубочка секілді ғып, барлық печеньямызды дайындап алатын боламыз. Егер де печеньяны көп етіп жасағыларыңыз келсе, құрамы мен мөлшерін 2-3 есеге көбейтіп жасасаңыздар болады. Міне қалған қамырымызды ең соңында жайып, қалған начинкаларымызды салып, печеньяларымызды орап шығатын боламыз. Міне біздің печеньяларымыздың барлығын орап шықтық. Келесі пешімізді алдын ала қыздырып, пісіретін формамызға пергамент қағазын төсеп, печеньяларымызды орналастырып шығатын боламыз. 180 градуста 20-25 минутта пешімізде пісіріп алатын боламыз.
Міне біздің печеньяларымыз пісіп шықты. Өте дәмді, иісі керемет болып шығып тұр. Және де суытып бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Содан соң өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен осылай сахарный пудра сеуіп шықтым. Міне дайын. Өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!